Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен қатпарлы самсаның қамырын дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысымызға ұнымызды және де сұйық майды және де тұзды суымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын болуы керек. Бұнда қатып қалған ереже жоқ, бәрі оңай, өте оңай. Осылай жұмсақ қамыр илеп, бір 15-20 минутқа пакетке салып қоятын боламыз. Енді ұн себе отырып, демалған қамырымызды жақсылап жайып алатын боламыз. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға байланысты. Доп-домалақ болып шығуы міндетті емес. Жұқа қылып жібермейміз, немесе қалында болып кетпеуі керек. Менің арнама жаңадан қосылғандар болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Өте көп видеолар салатын боламын алдағы уақытта. Алдымызда көктем, жаз айлар келе жатқандықтан түрлі рецептер шығаратын боламын. Жайып болғанымыздан кейін, енді ыдысымызға қойдың құйрық майын ерітіп, тоңмай етіп, холодильникке салып қоямын. Керек кезінде алып қолдана беремін. Енді осындай сары майды қолданам. 72%. Мөлшерлерін описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден көріп істесеңіздер болады. Енді ертіп аламыз. Жақсылап қайнайды бұл. Қайнағаннан кейін, осылай қайнағаннан кейін алып бетіне сүрте береміз. Бұл қамырымызды холодильникке салудың қажеті жоқ. Салқын жерге қойып қойсаңыздар болады. Ешқандай май ағып кетіп, сондай болмайды. Немесе морозильникке салып қойыңыздар. Морозильникке салып қойып, қолданатын кезде алып қолдансаңыздар болады. Егер де сол күні қолданатын болсаңыздар, холодильникке салудың ешқандай қажеті жоқ. Енді самсаның қамыры өте дәмді шығады. Песочный болып, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сүртіп болғаннан кейін енді ауа қалдырмай жақсылап нығыз етіп орайтын боламыз. Арасында ауа қалып кетпеуі керек. Егер видеоларым ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Каналымды қолдап, өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай орап болғаннан кейін, енді пакетке салып, салқын жерге қалдыратын боламыз. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.